Бірінші бөлімі ретке шығып, уже миллион просмотр жинап тастаған шығар деп бір айналып келсем, рет түрлі тасбақада жоқ екен деп міндет қылып отырсаң да. Енді бұл жолы қолдап жіберейік, қыздар. Бірінші бөлімге ұқсап 100 просмотр 10 лайкпен тұрып қоймасын. Қыздар енді мына ненің жапырақты негізі табасыз да, синтепонға түсіресіз. Міндет түрде английский блогтарыңызбен фиксация жасап алыңыздар. Ерінбеңіздер. Ана бұл академикші қыздар мынау английский блогты дейді ғой, негізі жалпы мынау, бірақ российский английский блогты басында қызыл жасыл әртүрлі домалақтар болады. Ол өте нашар, осы российский блогты алыңыздар. Ішінде 1000 штук болады. Бұрын 1000 теңге тұғын, енді қазір қымбаттаса бір 2000 теңге шығар. Зато 1000 штук болады қыздар, от души қолданасыздар. Тіккен кезде англарда басы домалар емес, шамалай, крючок сияқты болып тұрады. Ерінбей осылай барлығын қыстырып алыңыз. Мына синтепонға. Содан кейін сізге кесіп алуға да ыңғайлы болады. Мен бәрін қыстырып алдым. Енді былай да былай жылжытып, қайшыммен кесе беремін. Жалпы мен енді киім тігіп жүрген кезде жіберген қателіктерім туралы сіздерге видео түсіргім келеді. Мысалы үшін, енді тігіп бастаған самоучка қыздар болса, сол қателіктерді жібермеу үшін өзі 5 сағат бар, соны нақты білсеңіз уже киім тігіп кетесіз. Мінекей дәл осылай бәрін қыстырып алдым. Қыздар, осыны жағалай бір тігіп алсаңыздар болады, инелерінен босатып алам десеңіз. Немесе дәрмен сияқты мынау үшеуін бірге біріктіріп тігіп алсаңыз болады. Ол үшін сіз міндетті түрде мынау енді үстіне қойған қызыл материалды да әр жерінен болса да инемен қыстырып алыңыз. Өйткені бұл видеоформатта видео шығып кетеді. Неке осылай барлық жерінен қыстырып аласыз. Мынау жасылдың өзінен алып болады, қыстырсаңыз инелерді. Немесе басқа инелеріңізбен осылай қыстырып алыңыз. Ерінбеңіздер, тағы да айтам. Енді ерінбей, кейін болсын, басқа болсын, ерінбей осылай таскаманы жасайтын болсаңыз, затыңыз өте аккурат әдемі шығатын болады. Міндетті де тіккен кезде қазір оң қарататын осы жер қалдырасыз тігіске. Машинамен зырылдатып жүргізіп алайық. Оң қарататын жерді тігіп жібермеңіздер, ол жерді ашық қалдырасыздар. Бір қарыстай жер болады. Қалдырсаңыз, қолыңызбен бір қарыс жер қалдырыңыз, оң қаратып аласыз сол жерден. Мінекей тігіп алғаннан кейін мен жаңа көрсеткен аралықтан, міне, осы аралықтан қазір оң қаратып аламын. Оң қаратып алғаннан кейін инелеріміздің бәрін алып шығамыз. Инеге мұқият болыңыздар. Осылай теріп, тазылап, жайып көріңіздер, иненің бәрін ұстап. Аударып алған жерімізде міне осы жерді қолмен бүлдірмей көктеп тігіп шығамыз. Енді осы жерді мынау жапырақтың ішкі бөлігі, яғни мынау бір тасудар болады, осы соның машинада көктеп тігетін боламыз. Ол үшін тағы да бізге английский блогтарымыз көмекке келеді. Біріктіріп, қыстырып алыңыз осылай, теріс жағына қарап, бүрісіп қалған жерлер болса, қолмен ашып, жайып, текстеп алыңыздар. Өйткені бұл коврик екі жақты болады, екі жағында қолданасыз, екі жағы да әдемі болып шығу керек. Міне сырып тігу деген осы, машинаға саласыз да, осылай сырып тігетін боласыз. Мына жақта менің балам бесікте жатыр, балам дос шығып жатыр. Мінекей ковригіміз дайын. Осылай екі жағында қолдана бересіз. Ертең баламды отырғызған кезде астына төсек қоятын болам. Немесе фотосессия кезінде де қолдансаңыздар болады, осылай жатқызып қойып баланың үстіне. Сонда әдемі көрінетін сияқты.